жасайық енді. Дұғамен ғана тынбай қарекетке де көшейік қазақтар. Сөйтіп, қасиетті күн, қасиетті айларда дұға жасайық. Жаратушы Алла арған, азған, тозған, қиналған, қысылған қазақ халқын шын мәніндегі азаттыққа, еркіндікке, жақсылыққа жеткізсін. Қазақ халқының жүрегіндегі үрейді алып тастасын. Қазақ халқын аздырып, тоздырып, мүлгітіп, мақұлбай ғып, шүкірбай ғып отырған, мынау қазақ халқының қанын теспей сорып отырған зұлымдарға шартсыз көнуге, бағынуға үгіттеп жатқан, мына биліктің басында отырған ұры-қары, қарақшы, бандит, тонаушылардың барлығының және оның жағымпаз, жантақ, үгітші, насихатшыларының барлығын жаратушы Алланың қаһарына тапсырдық. Жаратушы Алла олардың күлін көкке ұшырып, мынау езілген, қиналған, арған, ашқан, азған, тозған қазақ халқын шынайы еркіндікке, азаттыққа жеткізе көрсін. Ей жаратушы Алла, күллі әлемнің Раббысы, күллі ғылымның иесі, күллі мүліктің иесі, күллі кайнаттың иесі, ақирет күннің иесі, жәннат тозақтың иесі, бізді жоқтан бар етуші, өлтіруші, қайта тірілтуші, күллі мұғжизаның иесі Алла, жақсылығыңды төгер. Бізді бұл дүниеде өзіңнің сүйікті, бақытты, мәртебелі, күшті, қуатты, ілімді, білімді, бетті, беделді, арлы, абыройлы қауымыңнан ет. Ол дүниеде фирдауси жәннаттарыңнан қыл Алла. Ей күллі әлемнің Раббысы, я Рахман Алла, я Рахим Алла, қазақ халқына мейіріміңді, Рахман, Рахим шафағатыңды төге көр Алла. Ей күллі әлемнің Раббысы, ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, теңдесі жоқ, серігі жоқ, ұқсасы жоқ Алла. Ей Алла, күллі ғаламды жаратушы Алла, саған ғана тәуекел еттік. Я қауи Алла, я мұнтақим Алла, я қаһар Алла. Мынау қазақ халқын аздырып, тоздырып, қинап отырған мына зұлым билеушілерге ғазабыңды жібере көр Алла. Оларды тас талқан қыла көр Алла. Қазақ халқын олардың езгісінен құтқара көр Алла. Аллахумма Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирет хасанатан ва қина ғазабан-нар бирахматика рахманар рахим. Амин. Аллаху акбар. Аман сау болыңыздар.